Баршаңызға сәлем. Мен осында интернетте отырып, мына бір ақпаратты көріп қалдым. Коронавирус жұқтырдым деп алдаған бойжеткен зорлаушыдан аман қалды дейді. Бұл Алаш айнасының сайты сәрсенбі 5-2020 жылы жарияланған екен. Қытай азаматшасы коронавирус жұқтырдым деп алдап үйіне басып кірген зорлаушыдан аман қалған дейді. Оқиға Уханьнан 3 сағаттық жерде орналасқан Цзиньшань қаласында болған. 25 жастағы арудың үйіне белгісіз біреу басып кіріп, мойнынан қылғындырған. Бойжеткен қаскөйді алдап соғып, райынан қайтаруға шешім қабылдаған. Ол жақында ғана Уханьнан келгенін, сол жақта қатерлі вирусты жұқтырғанын мәлімдеген. Өз-өзіне карантин жариялап, сол себепті үйде жалғыз қалғанын алға тартыпты. Осылайша бойжеткеннің тапқырлығы оң нәтиже берді, ал қаскөй жәбірленушінің ұялы телефон және 300 фунт стерлинг ақшасын алып, ізін жасырған. Осыны оқып отырып, Алла сақтасын, бірақ әйелдерге қажет мәлімет екен деп ойладым. Негізі бұндай жағдайда әйелдерге қулық керек сияқты, себебі зорлыққа баратын, менің айтып отырғанына жыныстық зорлыққа баратын адамдар, қылмыскерлер, көбінесе психикалық ауытқушылығы бар, немесе кәдімгі қылмыскерлер болады екен көбінесе. Оны мен бұлай өмірде де көзім жеткені, соңғы естігенім, 2 қызды, жас қызды зорлап өлтіріп кеткен, соңғы өмірде бұлай көргенім. Екеуі де таксистердің қолынан қайтыс болды. Жаңағы соңынан қудалап жүріп, соңынан қалмай жүріп, зорлап өлтіріп кеткен. Оны ол жәбірленуші қыздар, жаңағы жас қыздар білген, оны айтқанда, біреуі ата-анасын айтқан екен, екіншісі бір дос қызын айтқан екен, менің соңымнан біреу қалмай жүр, қорқып жүрмін деп. Бірақ оны олар мән бермеген екен, ол қыздардың сөзіне. Кейіннен ол қылмыскерлер әрине табылып, жазасын алды. Дегенмен осыдан ойланып отырып, менің түсінгенім, яғни дені сау адам, қандай да бір психикалық ауытқушылығы болмаса, дені сау адам олай бір жас қыздарды қудалап жүріп, арқасынан қалмай, оны зорлап, өлтіріп, ондайға барады деп ойламаймын өз басым. Сондықтан да осындай жағдайға түсіп қалған кезде, мына әйел адамдар провоцировать етіп, қарсыласып, ондай артық қимыл жасаудан, осындай кішкене қулыққа көшіп, осы жағдайларды жасап көрсе, мысалы болатын сияқты да, себебі осы қызда, мысалы үшін, сол жаңағы нәтиже берген. Мысалы, сіз Қазақстанда болсаңыз, айтуыңыз мүмкін, осындай жағдайға тап болған жағдайда. Мысалы үшін, мен туберкулезбін, мен ракпын, не болмаса жаңағы созылмалы жыныстық ауруым бар деп бір жұғатын, оларға әсер ететін, жаңа кішкене ойландыратын, осындай бір жағдайларды кішкене де ойлану керек сияқты. Себебі бұл нәтиже беріпті, бір қызға ол басқа жағдайларда да нәтиже беруі мүмкін. Яғни осы жағдайыңнан шығу үшін осындай қулық әдіс тәсілдерді жасап көру керек сияқты. Ол үшін жаңағыдай ауру түрлерін жаңа біліп алу керек сияқты да. Негізі қылмыскерлер, олар жаңағы қаншалықты психикалық ауытқушылығы болса да, жаңағы қылмыскер болса да, олар да түсінеді ғой, жаңағы кімге шабуылдау керек екенін. Қазіргі күнде соңғы кездерде көбейіп кетті, телевизорден де мынау үлкендерді қойып, жас балаларды зорлау, ер балдарды, қыз балдарды деген сияқты, кейіннен өлтіріп кетуі деген сияқты көбейіп кетті. Сондықтан да осындай қосымша жағдайларды да ойлап қою керек сияқты. Осыларды оқып, көріп отырып, жаңағы өзім қосымша іздендім. Жаңа әлемде қандай жағдайлар болып жатыр, қанша әйел адамдарға деген сияқты.
бірақ олардың барлығы соңғы мәліметтер 2019 былтырғы одан алдыңғы жылдардікі екен, сондықтан айтып жатқым келмеді. Жалпы біздің Қазақстанда зорлық жасау, жыныстық зорлық жасауға қандай жазалар бар екен? Оны Әділет заң KZ-тен көрсеңіз болады. Негізгі сайты Әділет министрлігі, заңнама және құқықтық ақпарат институты. Мына жердегі құқықтық консультация алу, яғни жазып хабарлассаңыз болады. Іздеу дейді. Мәліметтер. Осы жерлерден іздей бересіз. Енді бізде Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінде жаңағы жыныстық зорлық зомбылық көрсету, ол 120-123 баптар аралығында, мысалы 120-шы баптан бастап көреміз. 120-шы баптан бастап көреміз. Яғни бұл зорлау, яғни жәбірленушіге немесе басқа адамдарға күш қолданып немесе оны қолдану қатерін төндіріп, не жәбірленушінің дәрменсіз күйін пайдаланып жыныстық қатынас жасау 5 жылдан 8 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. Мыналар дейді, адамдар тобы. Яғни бұның барлығын өзіңіз оқып аларсыз. Заң KZ сайтынан, Әділет министрлігінің сайтында жарияланады. Яғни соңғы бұл сайтты проверено дейді. Тексерілгені 23-ші 2-ші ай екен. Биылғы жылғы 2020-да с изменением и дополнением өзгерістермен толықтырулы енгізілген екен. 2-21-ші бап сексуалдық сипаттағы зорлық зомбылық әрекеттері. Бұл жерде 5 жылдан 8 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. Күш қолданып немесе оны қолдану қатерін төндіріп дейді. Сипаттағы өзге де әрекеттер. 22-ні көреміз. 22 ол 16 жасқа толмаған, яғни кәмелеттік жасқа толмаған балалармен жыныстық қатынас немесе сексуалдық сипаттағы өзге де әрекеттер жасау. 122-ші бап. 123 ол жыныстық қатынас жасауға, еркек пен еркектің жыныстық қатынас жасауына, әйел мен әйелдің жыныстық қатынас жасауына немесе сексуалдық сипаттағы өзге де әрекеттерге мәжбүр ету екен. Яғни көргеніміздей Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 120-123 баптары аралығы екен. Сонымен осы сайттағы осы бір постты оқып отырып, менің өзім түйгенім, бірінші осындай жағдайға түсіп қалмау үшін, әсіресе жас қыздарымыз, мынау балалар, негізі жаңағы айтқандай қылмыскерлер негізі әлсіз топқа шабуыл жасайды. Сондықтан да ондай адамдардан қорғанып жүру керек. Және осындай жағдайға түсіп қалғанда, осындай қосымша осы жағдайдан шығудың амалдарын осындай қарастыру керек сияқты. Мен осыны оқып, өзім осылай ой түйдім. Қарсыласып, жаңағыдай провоцировать етіп, неткеннен гөрі паникаға түсіп, осындай шығудың жолдарын қарастыру керек сияқты. Сау болыңыздар. Қош сау болыңыздар.